Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қайырлы күн, құрметті Мақатаев әлемі YouTube арнасының көрермендері. Бағдарлама жүргізушілері әдеттегідей әріптесім Гүлбану Берікқызы және Бексұлтан Нұрланұлы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың арнайы қонағы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің құрмет орденінің иегері Сафура Сәлімбайқызы. Сафура Сәлімбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сафура апай, сізге қойылатын алғашқы сауалымыз, жалпы ұстаздық жолды таңдағаныңызға, ұстаздық жолда қызмет етіп жүргеніңізге ширек ғасыр, 25 жылға жуық уақыт өтті. Осы уақыт аралығында ұстаздық қызмет сізге не үйретті? Өте тамаша сауал. Әрине, ұстаздық қызметтің ұққан адамға үйретері өте көп. Осы орайда мен римдік философ Сенеканың үйрете жүріп, үйренеміз деген пікірін алға тартар едім. Олай деуіме негізгі себеп, жалпы осы қызмет барысында, жаңа айтып жатырмын ғой, ұстаздық қызмет қиын да қызық қызмет. Тап осы 25 жыл еңбек өтілімде балалардың риясыз махаббатын көріп, өз ісіме деген шексіз сүйіспеншілігім артты, яғни ұстаздық қызметті жан жүрегіммен сүюді үйрендім. Әрине, ұстаздық қызмет барысында кедергілер де кездеседі. Оны жасырып қалуға болмайды. Тап осы кезіккен кедергілер менің өмір жолымда табандылыққа, жауапкершілікке, сабырлыққа, шыдамдылыққа үйретті десем болады. Енді тек қана осы бір қасиеттерді екшелеп айтып өтумен қатар айтар едім, жалпы ұстаз болу жолында мен жалпы мейірімді болу керек екенін ұқтым. Жас жеткіншектерді тәрбиелеу барысында үлкен жауапкершілік жүгін сезіндім. Сондықтан да табанды, шыдамды жеке тұлға қалыптастыру жолында үнемі ізденісте жүру керек екенін ұқтым. Яғни бір жақты тап осындай ғана қасиетті қалыптастырды деуге болмайды. Жан жақты шыңдады. Сонысымен құдіретті мамандық деп ойлаймын. Рахмет, Сафура Сәлімбайқызы. Жалпы ұстаздықпен қатар сынып жетекшілікті де қатар алып жүресіз. 1995 жылдан бері қанша түлек түлеттіңіз? Шынтуайтқа келген кезде мен алғаш еңбек жолымды Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде оқып жүрген кезде, яғни 3-ші курстан 19 жасымнан бастаппын. Оған не себеп болды десеңіз, тап сол жылдары қазақ мектептері тәуелсіздік алған жылдардан кейін ашылу өте көп болды. Соған байланысты педагогикалық іс тәжірибеден өтіп жүрген шағымда осылай бір ұнасам керек енді. Сол бір ұстаздық қызметке қабылдансаңыз қалай қарайсыз деп өтініш білдіргенде, көзсіз батырлық деп ойлаймын өзім қазір соны. Келістім. Содан бері енді қанша сынып бітірдіңіз деген сұраққа жауап бере кетейін. Осы орайда пән мұғалімі және сынып жетекші деген бар. Пән мұғалімі дегенде бұл қарапайым есеппен алатын болсақ, мәселенки. Әр жыл сайын 5 сыныпқа сабақ берсек, оның әрбірінде 30 баладан отырғанда 150-200 шақты шәкіртке әр жыл сайын дәріс береміз. Енді оны 25 жылға көбейткеннің өзі жоқ дегенде 5000-дай шәкірт тәрбиелейсің. Ал енді сынып жетекші болу деген бұл үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Тек қана бір жақты пән мұғалімі болып қана қоймай, әр ұстаздың сынып жетекшісі болуы өте қажет. Себебі балалармен тығыз байланыста жұмыс жасап, олардың әлеуметтік жағдайы жайында хабарың бола отырып, оларды жеке тұлға ретінде тәрбиелеу аса маңызды. Жалпы жиыны 7 сыныпты бітірттім, яғни түлеттім. Түлек ретінде былтырғы жылы 2021 жылы 7-ші, яғни сыныбым ұясынан ұшты. 220 шәкірт тәрбиеледім. 220 шәкірт сынып жетекшілік ретінде түлетіп ұшырдым. Оның ішінде сондай бір өзіміз ырымшылғалықпыз ғой. Тап былтырғы оқу жылы 2021 жылы 7 алтын белгі бітірді. Және өзім бір сондай қуанғаным, тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында жалпы жиыны сол бітірткен 7 сыныптан 30 алтын белгінің санын құрады. Бұның өзі сондай бір көңіліме тамаша бір шабыт сыйлады десем болады. Өзім ерекше қуандым.
Енді алдағы уақытта да қазіргі таңда тағы бір 5-ші сыныпты алып, соған сынып жетекшілік етіп жатқан жайымыз бар. Ол балалардан да жақсы жеке тұлға қалыптасып шығады деп үміттенемін. Жақсы. Рахмет. Ойды ой қозғайды демекші, шәкірт түлек деп жатырмыз. Алғашқы шәкірттеріңіз, алғашқы түлектеріңіз бен қазіргі шәкірттеріңіз, қазіргі түлектеріңіздің арасында айырмашылық бар ма? Әрине, оны жоқ деп айтуға болмайды. Айырмашылық бар. Неге? Қандай айырмашылық болуы мүмкін? Ол кездегі білім беру жүйесі басқа, қоғам басқа. Енді мынау заманына қарай адамы дейміз ғой, бірақ соған қарай сылтауратып кетуге де болмайды. Бала өзімнің заманыма саймын, болмаса ұстазда мен сол заманға лайықтым деп сылтауратудың қажеті жоқ. Бұл жерде сол заман талабына сай икемделіп, заман талабына сай ұстаз болсаң, заман талабына сай шәкірт шығарасың. Сондықтан оның алдыңғы шәкірт болмаса осы соңғы түлеткен шәкірт деп бөліп жаруға болмайды. Әрқайсының өзінің жетістігі бар. Мәселен, қазіргі таңда сол мен 5-ші класста алған шәкірттерім, ойлаңыз, қазірдің өзі 35-36 жасты еңсерген, кәдімгідей өздері атана, өздері белгілі бір салада қызмет етіп жатқан қайраткерлер деуге болады. Былай айтқанда, өздері жеке тұлға. Олар да өз кезінде, өз деңгейінде жүргізілген жарыстардан қалмайтын. Олар да өздерінің белсенділігін танытып, түрлі жобаларда, олимпиадаларда жеңімпаз атанған. Ал енді ол кездегі жарыстың түрі, қазіргі жарыстар, ол кезде балаға жасалған мүмкіндік, қазіргі балаға жасалған мүмкіндік әртүрлі. Ол кездегі оқытылған пәндерде түрлі-түрлі. Қазіргі балалар мысалы робототехниканы оқиды. Жаһандану негізінде қазір түрлі пәндер қосылып жатыр. Мәселен, эмоционалды интеллект, парасат және әдеп деген. Сондықтан да қазіргі балаларға жаңаша білім беру үрдісі бойынша білім беріліп жатыр. Сондықтан берілген тәрбие, егер де сол тәрбиені беруші ұстаз өзі сол заман талабына сай икемделсе, кез келген уақытта ол тамаша жақсы шәкірт шығара алады деп ойлаймын. Айырмашылығы болуы заңдылық десе де, баланың тылсым нүктелерін басып, шабытын ояндырып, жақсы тұлға қалыптастыру тікелей ата-ана әрине көмекші болады, тікелей ұстаздың еншісінде деп есептеймін. Рахмет, Сафура Сәлімбайқызы. Талапты да талантты шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет. Ұстаздық қызмет қызықты әрі қиын жол. Жалпы осы салада ең алғашқы қуанған сәтіңіз? Негізінде баламен жұмыс жасау өте ұққан адамға қызықты ғой шіркін. Осы кейде балалармен етене араласып кеткенің соншалық, кейде олар өзіңнің бір туған балаңдай, болмаса сен оның туған анасындай сезінетін сәттер болады екен. Есімде алғаш осы ең қатты қуанғаным 2005 жылау шамасы. 30 жас шамасындамын өзім. Сабақта жаңағы қоңырау шалды. Ол кезде мектептің вақтысына звондаған. Телефон деген, ұялы телефон деген ілеуде біреуде ғана ғой енді. Сонда жаңа мен сабақ барысында болдым да бара алмадым. Кейіннен қоңырау уақытысында хабарласшы деген өтініш айтып жібердім, жаңа хабар жеткізушіге. Бірақ байыз таппай күттім. Ақыры кім болар екен, кім қоңырау шалды деп. Содан жаңа қоңырау уақытысында қайта сізді телефонға шақырып жатыр деді. Жүгіріп бардым вақтыға, сөйтсем шәкіртімнің анасы екен. Маған сондай қуанышты үнмен амандасып, хәл сұрасып, сонда жаңағы сүйінші, немерелі болдыңыз дейді. Төбем көкке жеткендей болды. Өзімнің шәкіртім ата-ана болып жатыр. Содан жаңа бір ой тамаша деп бір-бірімізге құтты болсын айтып, сөйтіп жатсақ, екеуміз де әже болдық. Әже болғанымыз құтты болсын деп, анасы сондай бір керемет жаңа көтеріңкі дауыспен тамаша әсерлі қылып айтқанда, өзім сондай бір ұстаздық мамандықтың киелі екенін түсінгендей болдым. Енді ол кездегі сезімді жеткізуге тіл жетпейді. Сондай бір құдіретті мамандық екенін, ұстаздықтың бір ерекше мамандық екенін сол кезде ұқтым десем болады. Ұқтым дегенім артықтау болар, сезіндім десем дәлірек айтқаным. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіз бағанада бері айтып жатқан қызықшылығы бар ұстаздықтың, сонымен қатар оның қиыншылығы да бар түсінген адамға. Осы ұстаздық жолда қатты бір қиналған кезде осы ұстаздық
жолды не үшін таңдадым, немесе ұстаздықтан кетіп басқа салаға бет бұрсам деген ой келді ма? Өте өзекті мәселені қозғап отырсыз десем болады. Әрине, қиындығы мен қызығы қатар келеді. Қайта-қайта айтып жатырмыз бұны. Кезіккен кедергілер болды. Егер болмады бір даңғыл жол десем, ол жас мамандарға айтқан ертегі іспеттес болып кетуі мүмкін. Сондықтан да олай айта алмаймын. Қиындық кедергі болды, бірақ еш уақытта ұстаздықтан бас тартуды ойламаппын. Неге десеңіз, жүрек қалауы болған шығар. Енді бізді ата-анамыз әр уақытта мамандық таңдауымызға араласқан емес. Отбасында 4 баламыз, мен сол үйдің екіншісімін, екінші перзентімін. Бірақ бізге ешқашан сен мына мамандық есі боласың деп мәжбүрлеген емес. Қазіргі ата-аналардың құлағына алтын сырға. Жүрек қалауының қажеттілігімен таңдаған мамандықтан болған шығар деймін. Кез келген қиындыққа, кедергіге мойымауға тырыстым. Ал енді осы ұстаздық қызмет барысында басшылық қызметті де, үлкен лауазымдық орындарды да ұсынды. Сөз жоқ. Бір емес бірнеше рет мектеп басшылығын ұсынған сәттерде болды. Бірақ сол кезде мен әкеммен кеңескенім бар. Сонау жас шағымда бір 30 шамасындамын ғой деймін. Әкеме келіп, әке, жұмысымды ауыстырсам, осылай маған ұсыныс түсіп жатыр. Лауазым өзгертсем, қалай қарайсыз? Осылай басқа енді басшылық қызметке барсам деген сияқты ойымды айтқанда, әкемнің айтқан сөзі әлі құлағымда. Марқұм бір көреген кісі еді. Сонда айтқаны маған: қызым, бұл мамандықты мен саған мәжбүрлеп таңдатпадым. Жүрек қалауымен таңдадым. Енді сен бұл саламен қоштасып қайда бармақсың? Сен өзің бала тәрбиесін таңдағаннан кейін осының соңына дейін апармайсың ба? Тіпті сен ұстаздықтан кетсең, кім ұстаз болады деп сұрақ қойғанда, әлі күлкімен, әзілімен түсінікті айтты ғой енді. Содан бастап өзім ойлаймын, ұстаздық жолды таңдадым. Ұстаздық миссиямды орындамай, мен өзге бағытқа, өзге арнаға бұрылуым дұрыс емес деп есептедім. Енді содан бері біраз жыл жөңкіпті, әлі де қиындығы, кедергісі болып жатады. Бірақ десе де бас тарту ойымда емес, болған да емес, болмайды да деген үміттемін. Жақсы, Сафура Сәлімбайқызы, рахмет. Енді келесі сауалымыз, жалпы ұстаз ол біреуге перзент, біреуге ана. Рас, иә. Кейбіреулерге бауыр. Сіз қандай ана бола білдіңіз? Қандай бауыр? Сіз осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Сөз жоқ, біз ұстаз рөлін ойнаймыз. Десе де өмірде бірнеше рөл бар ғой. Перзент рөлі бар, ата-ана рөлі бар. Енді өзіме көп жиі сұрақ қоям. Жалпы мен жақсы перзент болдым ба деп. Әлі де перзенттік парызымды орындағым келеді. Қолым қалт етсе, барынша қазір әкем өмірден өтіп кетті, анама жиі қоңырау шалып, жағдайын сұрап тұруға тырысам. Енді перзенттік парыз, ананың ақ сүті, әкенің ақылы, ол өтелмейді ғой. Оны жай ғана бір өтеген сияқты сезімде жүру мүмкін, да? Әрбір адам өзінің әрекетіне тояттап, бірақ мен әлі сол бір перзенттік парызымды орындау үстіндемін деп есептеймін. Мен тоқтадым, біттім дегеннен аулақпын. Ал енді ана деген тақырыпты келгенде, бір өмірдің сынағы да шығар жалпы. Мен өзім таңғалатын нәрсем, өзім осы 3 перзентім бар, соның ортаншыма әрі ұстаз болдым. Ұстаз, сынып жетекшісі болдым, әрі анасы болдым. Бұл өзі бір көрген адамға өте бір қолайлы, анасы береді деген ой болатын шығар. Негізі бұл үлкен жауапкершілік. Қызыңның үйдегі тәрбиесі былай тұрды, мектептегі тәрбиесіне араласу, сабағын қадағалау мәселесіне келгенде үлкен жауапкершілік. Осы кезде мен өзім балалық шағымды есіме түсірдім да, сонда көп біздің кезіміздегі ойлау қабілеті басқа болған ба, мен сол бір ұстаздарымды соншалықты пір тұтқаным, ұстаздық мамандықты таңдаудағы басты себебім, мен үшін олар мінсіз болатын. Тура бір жаңағы үнемі осылай қалыпта жүретін, бір ойламаппыз да, бір олар билейді, күледі, болмаса басқа жаңағы басқа әрекеттерге істейді деген ойда келмейді да, бір олар тұлға сияқты қол жетпейтін. Сонда жаңа қызыма түсіндіре алам ба осы бір ерекшелікті деймін ғой.
мен оған ұстаз да ата ана да болуым керек, бір үлкен жүк, үлкен жауапкершілік деп. Бірақ Аллаға шүкір, әйтеуір еңсердік бірге, қиындықтар болды, қуанышты сәттер болды. Мені нағыз сынып жетекшісі ретінде, ұстазы ретінде де көре білді. Қазіргі таңда шүкір, балапаным, яғни өзімнің әрі перзентім, әрі өзім сынып жетекшісі болған қызым қазіргі таңда беделді, өзім сияқты Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде, дәлірек айтсақ, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі мамандығын таңдап, ана мен сен сияқты ұстаз болғым келеді дегені мені көкке шығарды. Төбем көкке жеткендей болды, қатты қуандым. Қазіргі таңда сол жоғарғы оқу орнында білім алып жатыр. Әке көрген оқ жонар, ана көрген том пішер деген міне дәл осы болар. Сіздің жолыңызды жалғап, перзентіңіз әрі шәкіртіңіз ұстаздық жолды таңдап жатса, нұр үстіне нұр болады деген ойдамыз. Енді осы орайда осы шәкіртке байланысты тағы бір сұрақ қойғым келеді. Өзіңіздің осы ұстаздық жолыңызды таңдап, Сафура апай сияқты ұстаз болсам деп, сол арман жолында ұстаздық қызметті таңдаған шәкірттеріңіз бар ма? Өте тамаша сауал. Негізі мен ұстаздық барысында бір арнайы мақсат қойған емеспін. Осылай бір жыл сайын осындай бір ұстаздық мамандықты таңдайтын шәкірт тәрбиелесем деген ойда болған жоқ. Бірақ өзі солай өзінен өзі келді. Жыл сайын түлеп шыққан шәкірттердің ішінен жоқ дегенде біреуі осы ұстаздық мамандықты таңдап жатты. Шыны керек. Қазіргі таңда шәкірттерімнің 20-сы ұстаздық салада қызмет атқарып жатыр. Тіпті алды білім басқармаларында белді тіл маманы ретінде жұмыс жасап жатқандары бар. Баспасөз қызметінде жұмыс жасап жатқандары бар. Осы ұстаздықтың сатысынан өтіп. Енді оның бәрі тікелей қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдер десек, оның ішінде таза 12-сі қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдігін таңдады. Бір 3 шәкіртім журналистика бағытын таңдаған, менде бәрібір осы ұстаздық салаға келді. Қалған 5 шәкіртім информатика, физика, химия, бастауыш сынып мұғалімі, психолог мамандықтарын таңдағандар бар. Көп жағдайда осы ұстаздық мамандықтың қыр-сырын сұрап, оқушы кезінен осы бір ұстаздық мамандықтың қадір қасиетін түсініп, осы мамандықты игерсек, меңгерсек деген шәкірттің тілегін байқасам, ұшқынын байқасам, соны әйтеуір бір жалындатуға себепкер болуға тырыстым. Өйткені оның жүрек қалауы. Әрине қала балалар ешкім ойламас ұстаздық мамандықты таңдайды деген көп жағдайда ешкімге ойына келе бермейтін нәрсе. Тіпті ата-аналарының өзі таңданып, түрлі мамандық тұрғанда, заңгер мамандығы тұрғанда, тіпті одан да туризм мамандығы өршіп тұрғанда, неге дәлірек бұл мұғалім болып таңдап отыр деп аң-таң болып ата-аналары қолдап, бірақ құптап осы мамандықты таңдауына себепші болып отыр. Қазіргі жас ата-аналарға да айтарым, көп жағдайда баланың мамандығын таңдау барысында сіздер оның жүрек қалауына назар аударуды естен шығармаңыздар дегенді айтқым келеді. Тамаша, рахмет. Сафура Сәлімбайқызы, сіздің жүріп өткен жолыңыз, ұстаздық қызметіңіз жайында жалпы оқушыларыңыз емес, ата-аналарыңыз да жарыса мақала жазып, газет беттеріне мақалалар жарық көруде. Жалпы мақтауды қалай қабылдайсыз? Сұрағыңыз өте орынды, Гүлбану Берікқызы. Мен бұны мақтау деп қабылдаған емеспін, қабылдамаймын. Бұл ата-аналардың кері байланысы деп есептеймін. Яғни ұстаздың еңбегі жайлы, әрекеті жайлы, қызметі жайлы айтқан өзіндік ой толғауы. Ал енді ол кері байланыс болған жағдайда, мен жайлы кері байланыс жасаған соң, мен өзіме кері байланыс жасаймын. Үнемі солай жасап отырам. Сонда жаңағы мені кейде осы бір нәрсе мазалайды. Не нәрсе мазалайды? Дәлірек айтсам, шынтуайтқа келгенде солардың айтып жатқан пікіріне, пайымына, мақтауына лайықпын ба деп өзім жиі ойланам. Тіпті лайық емеспін ау деп қорқам кейде. Асыра мақтап жіберді ма деп. Содан өзіме жаңағы жоспар, мақсат құрам. Жақсы, бұған лайық болмасам, тырысайын. Болмаса тіпті тырыспасам да осы мақтауды жазыпты, сол мақтаудан бір сәті түспейінші деген бір жауапкершілікті сезінемді. Сондықтан да әрқашан әрине қуанам.
тілектерін, ниеттерін білдіріп жатқан әрбір шәкіртіме, ата-анама айтар алғысым шексіз. Ұстаздық қызметті бағалап көрсетіп жатқан ілтипаттарыңызға, ниеттеріңізге Алланың нұры жаусын. Бұл сіздердің мен жайлы жазып жатқан тамаша мақалаларыңыз, тілектеріңіз, ой толғауларыңыз мені әрқашан шабыттандырады. Ұстаздық қызметімде еңбегім еш кетпепті-ау деп іштей қуанам, марқаям. Сөз жоқ, бірақ сондай бір жауапкершілікті сезінем, оны жасырмаймын. Рахмет. Көпшілік сізді тек қана ұстаз ғана емес, сонымен қатар шығармашылық адамы, яғни ақын ретінде де біледі. Алғашқы осы ақындық жолдағы туындыларыңыз қашан жарық көрді? Алғашқы туындыларымды мен сонау бастауыш сыныпта жаза бастадым. Енді ол кездегі ұйқас, шумақ әлі де әкем сақтаған. Соны жаңа көрсеткен кезде күлкім келеді. Бірақ жиі мақтайтын әкем, марқұм. Ой, қызым, Сәлімбай қызы деп мен сені ақын қылып көрсем қандай керемет еді. Қызым деп жаңа ас үстіне түсіп, мен жазып қойған тілімдей парақтағы тіпті сол өлеңдерді сақтап, кітаптардың арасына салып, қазіргі әкелердің құлағына алтын сырға сонда қызды қанаттандыру, қызды шабыттандыру деген керемет біздің әкелеріміздің тәрбиесі деймді. Енді жалпы осы ақындық жолымды қатты шыңдаған не болды десеңіздер, бізде ауылдық мектеп, ол мен жалпы оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласы Әшсай елді мекенінің тумасымын. Сол жердің тумасы Зияш Қалауова. Естулеріңіз бар шығар, Зияш Қалауова ақын, тамаша. Біз өлеңдерін сүйіп оқимыз, сол елдің қыздары болғандықтан біз Зияш Қалауованың жаңа шығармаларын беріліп, нақышына келтіріп оқитынбыз өлеңдерін, бейбітшілік туралы өлеңдерін. Сол бала кезімде есімде Зияш Қалауованың мерейтойына байланысты, 70 жылдық мерейтойына байланысты Алматыдан, Батыстан, Шығыстан, республиканың түкпір-түкпірінен ақын жазушылар жиналды. Бізде ол кезде енді мәжіліс залы, мәдениет үйі жоқ, клуб дейтінбіз. Алдында Лениннің мүсіні салынған клуб бар. Сол клубқа күллі ақын жазушылар жиналды. Сол мектеп жасынан мені өлең шығаратынымды біледі. Сол 8-ші сыныпта жаңағы мәдениетте жүрген қызметкерлер ұйымдастырған шараға маған өтініш жасады. Сіз бір өлең оқып берсеңіз деп. Баламыз ол кезде атып ұрып, Зияш апама өлең шығарамын, өлеңімді оқимын, Зияш Қалауованың бір өлеңін оқы десе, мен өзім өлеңімді оқимын, Зияш Қалауова арнаған деп қоймаймын ғой жаңа. Жарайды, үлкен клубта жаңа өлең оқығаным есімде, анам шашымды өріп жаңағы бір дайындалғанымыз, әкем қайта-қайта тыңдайды, қайта оқыш дейді, қайта оқимын, жалықпай, қайта-қайта тыңдайды, қызым ұмытып қалма дейді, бір жауапкершілікті сезініп, тамаша оқып шықсам керек, дуы қол шапалақтап атқанын сезем халықтың. Соң жаңа концерт бітіп, мерейтойға келген ақын жазушылар пікірлерін айтып сөйтіп атса, әкем жүрші сені мына жақта ақындармен бір кездестірейін. Жаңа бір сұрап сені, мынау қыз баласы кім деп сұрап қалды ғой дейді. Әкем мен енді алдап тұр екен деп, қойшы әке бармай қойық енді. Десем, жоқ деп анамда. Сөйтсем Аққұштап Бақтыгереева келген екен Батыстан. Оралдық ақын тамаша жаңа жырларын оқимыз. Сол кісі жаңа мен мына бір балапанға көзім түсті деп бар болған 8-ші класс оқимын жаңа. Айналайын, осылай талабыңа нұр жаусын деп жатса, әкем аузына түкіріп кетіңші деп қоймайды ғой. Қазақ ырымшыл халықпыз ғой. Қазақ ырымшыл халық қой. Сонда күлкім келеді жаңа. Соны әлі осы уақытқа дейін айтады, әлі осы күнге дейін айтады. Саған Аққұштап Бақтыгереева түкіріп кеткен сенің жаңа аузыңа. Сен ақын болуға тиіссің деп қояды ғой жаңа. Содан шарықтау кетті, сөз жоқ. Университетке келдік, жалпы ұстаздық салаға келдік. Үздіксіз басылым беттерінде өлеңдеріміз шығып жатыр. Тіпті енді ол тұнып жатқан енді ұстаздықты тастамайым деп жармасып алғам. Талаптан Ахметжан деген азамат болып тамаша. Әдебиет айдыны деген газетін басқарған. Сол кісі талай ұсыныс жасап, өлеңдеріңнен жаңа жинақ жасасай деп осы бағыттады. Содан бір емес 3 өлеңдер жинағы жарық көрді, шүкір. Оның бірі Тәубе, Жүректен жүрекке деген сияқты тамаша туындылар өмірге келді. Өзім үшін тамаша, енді ол көп жағдайда ішінде балаларға арналған өмірдің айнасында, өмірдегі тіршілікке бағытталған өлеңдер. Жалпы енді соңғы уақытта замана тынысынан қалмау керек.
соңғы уақытта өзі мынау инста желісінен де осы байқаулар ұйымдастырып қоямын, сол арқылы жаңа жіберіп өлеңдер жариялап қоямын, балалар қызыға оқиды. Бір емес бірнеше қала көлемінде осы менің өлеңдерін жатқа оқу бойынша жарыстар да өтті, оған да бір марқайып қалдым. Енді бірақ ұстаздық қызметтен бөліп жарып қарамаймын, ақындыққа ден қойып кету ойымда да болған жоқ. Қиындықта тудырмайды өлең жазу. Бір шабыттанған шақта, қалаған сәтте қолыма қалам алып, көп басым көпшілігі өлеңдерім ұстаздық тақырыпқа негізделген. Көп жағдайда шабытымды оятатын ол отбасым, анам, әкем. Сондай-ақ мынау кейде әуендерді тыңдаймын, жаңашыл әуендерді тыңдап отырып, сода жазылған әнді тыңдап отырамда, соған жазылған мәтіндерге, сөздерге, өлең сөздеріне онша жаңағы көңілім толмай ма, отырамда, соған тура сол әуенді тыңдап отырып, өзім бірден сол әуенге қарай жаңаша өлең жазып, сөз жазамын. Сөйтіп айтып жүрде балаларым, кейде өзім де айтып жататын жағдайлар болады. Енді бір ақындықтың биік арнасына шықпасам да, қазіргі таңда енді ақын жан ұстаз, ақын ұстаз деп жатса қуанып қалам. Енді алдағы уақытта да осы ұстаз, шәкірт тақырыбында талай туындыларым жарық көреді деп үміттенемін. Жазарыңыз көп болсын, Сафура Сәлімбайқызы. Рахмет. Сізді әдіскер, тәлімгер, шығармашыл ұстаздардың қатарынан көреміз. Жалпы осы аталған сала бойынша қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз? Өте ойланатын сұрақ екен. Расымен де тәлімгер болу, яғни еңбек өтілі бар тәжірибелі ұстаздар үшін міндетті. Өйткені ұстаздық бұл жай ғана оқушыға сабақ беріп қоя салу емес. Бұл әріптеспен ынтымақтастықта жұмыс жасау. Өзіңмен қатар ілесіп жүрген әріптес, ол жас болсын, тәжірибелі болсын, үнемі үздіксіз білімін жетілдіріп тұру керек. Оның үстіне жас мамандар легі келеді. Біз уақыты келгенде орнымызды босатып, осы жас ұрпақ жеткіншектерді соларға аманаттаймыз. Сондықтан тәлімгер болу бұл үлкен жауапкершілік екенін түсініп әрекеттену керек. Енді мен қай жақта тәлімгер болдым, қалай тәлімгер болдым деген сұраққа жауап беріп өтейін. Ең алдымен әр жыл сайын келген жас маманға үйретуші болдым. Дәлірек айтқанда, жылына жоқ дегенде 2 жас маманмен жұмыс жасаймын. Оларға бағыт-бағдар беремін, ұстаздық жолының қыр-сырына баулуға тырысамын. Тіпті мынау қазіргі таңда электронды күнделік толтырудан бастап дәптер тексеру мәселесі де барлық бір бейресми сөйлесуге тырысам. Қатып қалған бір қағида, ереже жоқ. Мүмкін асханада отырып сөйлесеміз, мүмкін ұялы телефон арқылы, WhatsApp желісі арқылы, кейде видео звонок арқылы, қоңырау арқылы, бейне жаңағы звоноктар арқылы, қоңыраулар арқылы тілдесіп, жаңағы әр уақытта олармен кері байланыс жасап отырамыз. Жалпы енді қазіргі таңда осы педагогикалық практикадан өту қазір өзгеше реңкпен жүзеге асады. Мысалы, жаңағы тәжірибеден өтуші шәкірттер, олар жаңағы бірнеше ай бойы, бір сөзбен айтқанда тіпті 1 жыл көлемінде қасымызда болып жатыр. Олардың өзі ұстаздыққа тәрбиелеуге өте икемді болып келеді. Әптен қасыңда жүріп ысылады. Сонда енді жаңағы тәлімгерлік келген, диплом алып келген мамандармен жұмыс жасауда менің қызметімнен тыс қалған емес, және педагогикалық іс тәжірибеден өтіп жүрген шәкірттерді де ұстаздыққа баулуда өзім арнайы жоба жоспар құрып, ол тәлім алушыда қандай, қай жерде кемшін түсіп жатыр, қай тұсы, соны есепке алып, соған жоспар түзіп, сол бойынша жұмыс жасаймын. Ал енді әдіскерлік деген бұл әлде қайда күрделі тақырып. Ол үшін көп жағдайда жаңағы жас маманмен, болмаса өзің секілді әріптеспен, тәжірибелі ұстазбен бірлесе отырып, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде, қалалық деңгейде, жоқ дегенде аудандық, жоқ дегенде мектеп ішілік конференциялар, педагогикалық оқулар, байқаулар ұйымдастыру. Енді сізге өтірік маған шын осы 25 жыл еңбек өтілімде тәлімгерлік ете жүріп, тәлім алушыларымды кәсіби байқауларға қатыстырып, солар бір жүлделі орнын алғанда тура бір қанаттанасың. Марқайып ана жас маманның жүзіндегі қуанышты көргенде ерекше бір жасты көріп,
оның сол мамандыққа қарай бейімделіп келе жатқан, сол бір жетістікке жеткендегі оның қуанышы тәлім алушыға тәлімгер ретінде мені тіпті шабыттандырып жібереді. Сондықтан мен бұны тыс қалдырмаймын, үнемі әйтеуір қасыма жетелеп бір жас маман келсе де соны үйретуге, әлде бір нәрсені түсіндіруге тырысып жүрем. Бұл енді бір арнайы диплом беріп тәлімгерсіз, сіз әдіскерсіз деп бекіткен емес, жалпы сіз менің әдіскерімсіз, сіз менің тәлімгерімсіз деп өздерінің жаңағы жүрек жарды тілек ықыластарын білдіріп жатса, мен қатты қуанам. Ұстаздардың ұстазы деген титулыңыз бар. Осы ұстаздық жолда ұстаздарға дәріс беру бағытында қазір нақты қандай істер атқарып жатырсыз? Енді бұны титул деуге де болмайтын шығар. Енді ұстаздардың ұстазы деп бағалауы бұл. Ұстаздардың жалпы онда ешқандай титул болмаса бір диплом берілмейді ғой. Бұлардың барлығы түптеп келгенде жаңағы тәлімгерліктен, әдіскерліктен, жаңа сатыны баспалдақ сияқты өзі бір жаңа ұстаздық жолда солының биік шыңы деуге де болады. Енді әрине ұстаздардың ұстазы болу үшін өзің үлгілі болуың керек. Осы мақсатта белгілі бір жоба жоспар құрғаным бар. Оны енді жасырмайын. Қазіргі таңның өзінде мысалы мен 30-ға тарта авторлық бағдарламалардың авторымын. Қазір ол республика деңгейінде қолданыста. Енді соның ішіндегі 5 бағдарлама тікелей ұстаздардың сабақ беруіне бағытталған, кәсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Енді бұл бағдарлама тікелей жаңағы арнайы өзімнің бағдарлам болғандықтан да ол авторлық құқық алынған, және де сондай-ақ 15 көмекші құрал, оның ішінде 15-ің ішіндегі 8-і әдістемелік құрал. Осы жаңа білім беруде, ОБТ-ға дайындауда мұғалім не жасау керек, болмаса тәлімгерлік жұмыс жасауда, кабинетпен жұмыс жасауда не істеу керек, жас маманмен жұмыс жасауда не істеу керек, соның барлығы өте жүйелі әдемі көрсетіліп берген әдістемелік көмекші құралдарда. Сондай-ақ енді ұстаздардың ұстазы болуға тырысудың бір бағыты ма, әрекеті ма деп ойлаймын. Кейде осы негізгі ғалымдармен тікелей жұмыс жасаймын, жоғары оқу орындарының. Ол кісілермен бірге оқулық талдау, сараптама жасау, оқулық жазу, мысалы таза қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен мазмұндамалар жинағы, диктанттар жинағын құрастыруға атсалысып жатам. Оның басты себебі сол жерден түйгенімді, үйренгенімді жастарға беріп, осылай көріп келген жайым бар, осындай түйіп келдім, осы сендердің де қолдарынан келеді, алға бірге жұмыс жасайық деп жаңағы өзім жастардан шығармашылық топ құрап алғаным бар. Сондай-ақ қазіргі таңда осы кәсіби құзыреттілік деген авторлық курсым бойынша онлайн сабақтар жүзеге асып жүріп жатыр. Қазіргі таңда бірінші, екінші қатысушылар республика бойынша жалпы жиыны 110 мұғалімді құрады. Қазір сол 110 мұғалім бірге шығармашылық топ құрап жұмыс жасап жатырмыз. Өткенде осы Зердеш деген жекеменшік мектептің аясында барып өткізіп келдім. Ол жерде шетелдік мамандар да болды, қатысып, көріп, тамашалап, жаңағы бұл жобаны қолдап, алдағы уақытта ұстаздардың білім беру жүйесінде іске қосқанға өте тиімді екен деп баға берді. Бұның өзі көңіл қуантып, алдағы жұмысымды жаңағы шабыттана жұмыс жасауыма негіз болды. Жақсы, рахмет Сафура Сәлімбайқызы. Осы еңбек өтіліңізде 20-ға жуық шәкірттеріңіз Сафура апай секілді ұстаз боламын деп ұстаздық мамандықты таңдаған екен. Енді міне осы ақындық жолды таңдаған шәкірттеріңіз бар ма? Әрине бар. Ақындық жолды таңдаған шәкірттерім тіпті қымбат. Олар сондай бір сезімтал балалар ғой, сондай бір шығармашыл балалар, өзі жанар жанып тұратын балалар. Енді оларды тек қана ақындыққа баулып, сол бір үйрету ғана мақсатымда болған жоқ. Өйткені өзім бала күнімде, мысалы маған кітап шығар деген ұсынысты айтпапты. Әлде ол кезде бір кітап шығару қиын болды ма, қалай болған? Қазір мүмкіндік көп жасалған, әсіресе жастарға, мектеп оқушыларына. Білім саласында да жалпы мынау жоғарғы біздің басшылық тарапынан да көп мүмкіндіктер бар да, қолдау көп жастарға. Шүкір, осы соңғы уақытта 5 шәкіртімнің мектеп қабырғасында жүріп, кітабын, яғни ақын ретінде өлең жазып, сол алғашқы тырнақалды туындыларының жарық көруіне себепші болуға тырыстым. Қазіргі таңда ол балалардың алды
дүлдүл керемет жаңағы тілші, журналист болып қызмет атқарып жатқандары бар, айтыскер, ақындардың санатында өнер көрсетіп жүр. Енді алда ғой олардың алар асулары, белестері. Біз енді алдағы жылдарда оларды бір керемет сахнаның дүлдүлдері ретінде көрсек деп үміттенем. Ол кезде де бір тамаша бір сезімде болар ма, ешқандай күмәнданбаймын. Расымен де ұстаз болғаннан кейін ол енді ақындық болсын, басқа болсын, шәкірт тәрбиелеу басты мақсат. Сондықтан да бұл тарапта да олардың шығармашылық кештерін өткізу, тырнақалды туындылардың ең бірінші газет беттерінде жарық көру жайлы бұл күн тәртібінен түспейді. Өйткені ол қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі бола жүріп, дәлірек ақын жанды балаларды көрмеу күнә болады. Сондықтан бұл біздің жалпы өзіміздің жұмысымыз деу керек оны. Бір ақын тәрбиелеп жатырмын деп айту артықтау. Ол қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің міндеті деп айтады. Тамаша. Асыл тастан, ақыл жастан шығады дейді. Осы жас ұстаздарға, жас жеткіншектерге айтар ақыл кеңесіңіз болса, тыңдай отырсақ. Жас жеткіншектерге айтар ақылым ең алдымен. Жас жеткіншектерге мен айтар едім. Қазіргі таңда сынды көтере алатын болуымыз керек. Ол қай тараптан айтылсын? Ата-ана тарапынан айтылсын, ұстаз тарапынан айтылсын, бауыр тарапынан айтылсын, сын көтере алу керек. Ал ол сын көтере алу үшін сын айта білу керек. Өзі де сын айту әдебін білу керек. Біз осыны отбасында жаңағы сын деген нәрсенің қорқатын нәрсе емес екенін үйретуіміз керек. Сын айтылса бітті, ол морды сынып кетуге болмайды. Сіздер ойлайсыздар ма, осы пәлен жылғы ұстаздық жолда сын айтылмады деп? Жоқ. Сын айтылды. Мен сынды өзім өте жақсы көрем. Бәлкім осы бір біздің сұхбатымыздан кейін де түрлі сауалдар тұрып, түрлі сындар айтылады. Айтылуға тиіс. Ол қай жерде әрекет бар, қай жерде жұмыс бар, сол жерде қателік бар, қателік болған жерде сын айтылады. Адамның өсу, даму деңгейі байқалады. Сондықтан мен жас жеткіншектерге айтар едім, сын ол тамаша, біз шыңдайды. Сондықтан да сын айтылып жатса, ол сын шын мәнінде сіз құлақ асарлықтай, соған тұрарлықтай сын болса, онда сол сынға құлақ асыңыз. Және өзіңіз де сын айтып үйреніңіз. Себебі қазіргі жеке тұлға қойылатын талап сын айта білетін, сын тұрғысынан ойлай білетін шәкірт қалыптастыру. Ең бірінші айтарым осы, сол бір қасиет бала бойында қалыптасса, онда біз нағыз жеке тұлғаны қалыптастыруда ұстаздар әсіресе көп қиындыққа тап болмайтын шығармыз деп үміттенемін. Сафура Сәлімбайқызы, қолына дипломын алып, мен ұстаз боламын деген жас ұстаздарға қандай кеңес бересіз? Жас ұстаздарға айтарым, бұл үлкен мүмкіндік. Дәл қазіргі жас мамандарға жасалып жатқан мүмкіндік, қолдау, дәл біз жаңағы ұстаздық қызметті бастаған шақпен салыстыруға келмейді. Қазір ұстаздарға алғашқы еңбек жолын бастаған ұстаздардың өзіне сыйақы, үстемақы қосылып жатады. Жас мамандардың байқауына қатысуға мүмкіндік бар. Біздің кезімізде ондайлар болды деп айта алмаймын. Және қазір жас маман болып мектепте сабақ берудің өзі бұл үлкен абырой. Өйткені тіпті әлеуметтік тұрғыда былай алсақ, жалақының өзін біз осыдан пәлен жыл бұрын бастаған еңбек жолымыздағы алатын жалақымен салыстыруға да келмейді. Қазір қомақты, жақсы жалақы алады ұстаздар. Сондықтан көп жағдайда әрине адамнан пендешілік арылмайды ғой. Бір ұстаздық жолдан сәл қиындық көрсе, оған жаңағы езіліп, бір өзін сол бір қиындық көріп кеткендей кейіпке енбей, қайта содан қанаттанып, тырмысып, әлгі айтады осы, сынақ көрмей, ешқандай жаңағы қалыпта, бір қалыпта өмір сүріп жатсаң қорқ, себебі сен Алланың назарынан тыс қалып қалдың деген тәрізді. Ол жалпы адамзат атаулының бәріне айтылған, мысалы, өсиет, қағида, Енді қараңыз, сонда ұстаздықта да сын айтылу арқылы, жаңа ескертулер айтылу арқылы, кедергілер кездесу арқылы ұстаз шыңдалады. Сондықтан жас ұстаздарға айтарым, мұңаймаңыздар, әрбір қиындықты
өздеріңіз әріптестік ынтымақтастықта ата-аналармен, оқушылармен бірге жұмыс жасап жеңуге ұмтылыңыздар, тырысыңыздар. Себебі бұл ұстаздық мамандық қасиетті мамандық. Сол бір ұстаздық мамандыққа кір келтірмеу жолында аянбай қызмет етудің алғашқы қадамдары, іргетасы осы сіз бастаған алғашқы еңбек жолыңыздан бастау алады. Неге? Себебі сіз осы кезде нық тұрсаңыз, сіздің ары қарайғы бағындырар белестеріңіз алда. Сол себепті жас мамандарға айтарым, іске сәт, еңбектеріңіз жемісті болсын, алға адымдай беріңіздер. Рахмет. Сан жылдық еңбегіңіз оқушы, ата-ана, әріптестер, мемлекет тарапынан лайықты бағаланды деп ойлайсыз ба? Әрине, бұл кезекте мен бағы жанған ұстазбын деп айтар едім. Мыңда бір шүкіршілік етем ұстаздық мамандықты таңдағаныма. Барлық сый-сияпат, барлық жағдай, барлық мақтау, марапат мемлекет тарапынан болды. Әлі есімде осы 2017 жыл, енді ол кезде 40 жасты енді келіп еңселеген шағымыз. Сол кезде жаңағы мектеп басшысына хабар келіп, осы сіздің мектептің мұғалімі құрмет орденімен марапатталады. Алматы қаласының әкімдігіне келсін, сол жерде жаңағы Алматы қаласының әкімі табыстайды деп хабар келген. Сол кезде өзім қатты қобалжыдым. Шыны керек, осы бір марапатқа лайықпын ба деп ешкімге айтпай жаңағы өзім бір мақтану сезімінен болдым, жауапкершілікті қатты сезіндім да. Және ойлайым, жақсы 40-қа келдік, 20 жыл еңбек еттік. Бірақ Шынтуайтқа келгенде осы бір құрмет орденін аламай жүрген қаншама ұстаз бар, менен үлкен. Менен әлде қайда тәжірибелі, еңбек өтілі көп. Неге ол мен болуға тиіспін деген ойлар мені қатты мазалады. Тіпті сол әкімдікке барып шыққанның өзіне сізге өтірік маған шын аяқ қолым дірілдеп, мен лайықпын ба деген қайта-қайта өзіме сұрақты қойып, сонда алдым сөз жоқ, жаңағы енді ол да бір еңбегімді елеген шығар. Енді осы 25 жыл еңбек өтілінде дәл өзімнің 400-ге тарта мақалам жарық көрді, ал жаңағы шәкірттерімнің 300-ге тарта мақаласы жарық көрді. Одан қала берді халықаралық, республикалық деңгейде әйтеуір ұстаз деген атқа лайық жаңағы барынша тәжірибе алмасып тырыстық, солардың барлығы бағаланған шығар. Енді бірақ жаңағы әлі де менің олқылық тұстарым көп па деп сол бір жаңағы медальдарды кеудеге тағуға әлі де именем. Білмеймін, ол бір менің еңбегімнің бір жаңағы әлі де көп еңбек етуім керек, сіңіруім керек дейтін сондай бір өзімнің жүрегімдегі бір сондай бір сезім шығар. Әлі де оны бір еңбек өтілім көбейген соң сол бір жаңағы төсбелгілерді тағып отыратында күн болатын шығар. Сол күнге де Алла жеткізсін деп үміттенем. Бірақ әзірге мен қатты именем соған. Сөз жоқ, мемлекет тарапынан жаңағы тамаша марапаттар алдым. Бір емес, енді 20-ға тарта төсбелгілердің иесімін. Бұның өзі енді кез келгенге бұйырмайтын сыбаға. Сондықтан осындай бақытты ұстаздардың санатынан көрінуіме маған себепші болған тағы да бір айтқым келеді. Осы орайда ата-анам, отбасым, әріптестерім, шәкірттерім және сол шәкірттердің артында, тылында тұрған ата-аналар. Ұстаздық еңбекті бағалап, осылай осы күнге жетіп, дәл қазір осындай сұхбат беріп отыруым, ұстаздық деген жаңа құрметті мамандықтың иесі болып, сол жолда аянбай еңбек етіп, нәтижеге қол жеткізіп атсам, оның әрбірінде тамшыдай болсын сол кісілердің үлесі бар. Оны жасыруға болмайды. Сондықтан барша ұстаздарыма, әріптестеріме, өзімнің ұстаздарыма, төл ұстаздарыма, сабақ берген Сағат апайыма, Фатима апайыма, Кеңескүл апайыма, алды олардың дүниеден озып кетті. Ұстаздарымды әрқашан сағынам, жақсы көрем. Сіздердей болсам дейм, қымбатты менің аяулы ұстаздарым. Сіздердің маған сіңірген еңбектеріңіз өте зор. Осы күні тап осылай сұхбат беріп отыруымда сіздердің үлестеріңіз өте зор. Айтарым осы, бақытты ұстаздардың қатарындамын, Аллаға шүкіршілік. Сүбелі сөздеріңізбен, тұшымды ойларыңызбен бөлісіп, шынайы сұхбат беріп, бізге
алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де үлкен рахмет, осындай мүмкіндік тудырып, қарапайым ұстазды осыншама дәріптеп, осынау бір арналарыңызға шақырып отырғандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше бауырымыз аман, басымыз бүтін болсын дейміз. Қош сау болыңыздар. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.